марқұм Стэнли Браун деген ол кісі біз үшін бір күн болды. Біз айтамыз, бір факел деп қояды, жарықты ұстап алдында жүретін адам бар ғой. Жолды неғып жарық көрсетіп беретін сондай бір тұрмысымыз 180 градусқа бұрынғы жасап жатқан өміріміз, қазіргі өміріміз ол екі түрлі болып қалды. Қалжыңдайтынбыз, Сейшан аға, сіз әйеліңізден қорқасыз деп. Ол айтатын, мен қорқпаймын, мен құрметтеймін деді. Мен сол қараймын да, мен сол кезде көп арақ ішетін, темекі тартатын едім. Бұлай қараймын, ол кісі темекі тартпайды, арақ ішпейді, сонда таза, осы жанұясын құрметтейді, әйелін құрметтейді. Соны қарап, соның несіне біз өзімізге алдық та, темекі тартпай, арақ ішпей, сондай немен жүргенде, біздің осы жанұям да жақсы, балаларым да жақсы, бәрі құрметтейді. И біздің несі, жұмысымыз жақсы жүріп кетті. Құдай қолдады бізді. Енді мен айтам, Құдай бізге жіберген адам.